Сәлем достар, менің арнама хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен брокколидан жасалатын крем-суп жасаймыз. Ол үшін қызып тұрған ыдысымызға сары майымызды салып, ертіп аламыз. Енді майымызға пиязымызды салып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Сары майға қуырылған пияздың иісі өте керемет достар. Енді сәбізімізді салып қуырамыз. Сәбізімізді үлкен қылып тұра берсек болады, сонында өйткені барлығын блендермен ezеміз. Тұзымызды салып дәмін келтіреміз. Енді ұнымызды салып, барлығын жақсылап қуырып, ұнымыз біраз кішкене қоңырқай күйге келгенше қуырамыз. Мінеки барлығы жақсылап қуырылды. Енді суымызды немесе тауық сорпасын құйып, араластырып, оның үстіне брокколиімізді саламыз да, баяу отта қақпағын жауып 15 минуттай пісіреміз. Біздің брокколиіміз жұмсақ болу керек. Мінеки 15 минут өтті, біздің брокколиіміз дайын болды. Енді барлығын блендерға салып, жақсылап езіп аламыз. Енді міне дайын болған езбенің үстіне сүтімізді немесе сливкиімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Мінеки достар, брокколидан жасалған крем-суп дайын болды. Менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.